A1, A2, B1, B2, beginner, elementary, advanced, неше түрлі осы сөздердің жалпы мағынасы не ол? Оның артында не жатыр? Біз аламыз да, осындай деңгей деп түсіне саламыз, бірақ ол деңгейдің қалай жұмыс істейтінін, қалай есептелетінін білесіз ба? CEFR, Common European Framework of Reference. Осы системаның аты осындай. Ол жалпы тек қана ағылшын тілінің аясында емес, біраз басқа да, әсіресе еуропалық тілдердің реттеу жаңағы системалау жолы. Және ол жерде әр деңгейге асу және әр деңгейден ауысу қанша уақыт алатыны есептеліп қойған зат негізі. Мысалға A1 деңгейінен A2 деңгейіне асу үшін сізге кем дегенде 100 немесе 200 guided learning hours өткізу керек. Guided learning hours дегеніміз ол мұғаліммен немесе бір жалпы қандай да бір структурамен оқыған сағаттарыңыз. Соны есептеп көрсеңіз болады. Егер сіз ағылшын тіл сабағына аптасына 3 рет қатысатын болсаңыз, сол 3 реттен қатысқанда сіз деген жаңа 200 сағатты қанша уақыт оқып бітіретініңізді. Сонда олай оқыған кезде сіздің бір тіл деңгейін жету үшін сізге 1 жыл уақыт керек. Бір деңгейді 1 айдың ішінде, жаңа 200 сағатты 1 айдың ішінде оқып шығу үшін сізге күнделікті түрде 30 күн бойы 6-7 сағат бойы оқу керек. Әрине көп адам ондайға бара қоймайды. Және сол 100-200 сағаттық жұмысты айналып өтудің, амалдап алудың ешқандай бір жолы жоқ. Ағылшын тілінде сөйлеп бастағыңыз келеді ме? Мысалы, мен сияқты, немесе басқа бір кісілер сияқты, онда сізге 100-200 сағат әр деңгейге кетіруіңіз керек. A1 деңгейінен бастап C2 деңгейіне жету үшін сізге 1200 сағат практика жасау керек. Мұғаліммен жеке болсын, бірақ бәрібір де структура болып, сіз кәдімгідей тілді оқып талдауыңыз керек болады. Сондықтан осылай оқу керек. Оқудан басқа ешқандай амал жоқ.